Кенді шаһардың әкімі қаланың бас жоспарын түзіп, онда ерекше стильдегі ғимараттар салуға ниетті екендігін айтады. Жаңа қаланың негізгі нысаны Түркістаннан кіреберіс тұста орналасқан су қоймасын жұрт жиі келетін орынға айналдыру. Судың дәл ортасына жасанды арал құрылып, үлкен мешіт бой көтермек. Ал орталық алаңда көп қабатты үйлер көптеп салынады. Сондай-ақ әзірге экономикасы әлсіз қалада зауыттар ашылып, жұмыссыздық жойылады. Егер Аюповтың айтқаны шындыққа айналса, моношаһар өзгеше өркендеп, мен мұндаламақ. Бұл жерде ең бастысы, қараңыздар, мына жерде бірнеше небоскреп болады. Біз үшін небоскреп, ең үлкені 25 этаж, кішкентайы 15-20 этаждық. Астында жаңағы сауда орындары мен кинотеатрлармен бірге болады. Мешіт екі жағынан суды ағатын, және де біздің өзіміздің қайықпен жүретін, өзіміздің тұрғындарға және туристерге, көбінесе туристерге сондай жағдай жасап жатырмыз. Егер керуен-сарай білесіздер, ені 10 метр болатын болса, бұл жерде ені 30 метрге дейін. Біз енді таудың суы